Саламатсыңдар балалар, қалдарың қалай? Өздеріңмен бірге әдеттегі дине деген сөз Айдара, онымен таныстыратын мен Айбек Тұрғанбекұлы. Өздеріңмен қайтадан жүздесіп отырғаным үшін қуаныштымын. Бүгін Айдардың 3-ші күні. Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат шығармасын келген жерімізден бастап ары қарай оқитын боламыз. Мінекей шығарманың өзі. Келесі тақырып оқимын деп аталады екен. Жаз кезінде өзіміз үйде барда күндізгі біздің үйдің есіктері еш жабылмайды. Даладан жарық пен таза ауа кіргізіп, есік жабық болса, мұрынды дереу бітеп қалатын көк иістен жанымызды сақтап тұрады. Яғни үйдің ішінде көктің иісі бар дейді, көгерген иіс. Сыз еденнің иісі ғой, сыз полдың иісі. Көгерген, жаңа су тиген жерлерден көктің иісі шығады. Содан сақтап тұрады дейді, даладан келетін таза иіс. Егер бар болып, қарынға тамақ салып алса, жан сақтаудың бұл да бір таптырмайтын тәсілі. Енді үйде тамақ болса, қарынға салып алса, ол да бір жақсы нәрсе дейді. Енді үйде тамақ болса әрине дейді. Ал жоқ болса, уақасы жоқ. Адам тамақ ішпейді өмір сүре алатынын біз тәжірибеде көріп жүрген жандармыз. Есік жабық кезде үй ішіндегі адамдар біреуін біреуі әзер көреді. Дастархандағы тамақты әзер таниды. Әйнектерін кір басқан бір ғана ойық терезе үйге түсер жарықтың қас жауы. Қас жауы не деген сөз? Яғни үйге жарық түсірмейді дейді. Әлгіндей терезеде желдеткіш бола ма? Қазіргідей кондиционер, жаңағыдай форточка деген әңгіме жоқ ол жерде. Есік жабық болса, еңсең басылып, үйде емес, үңгірде отырғандай боласың. Яғни еңсең басылып деген жаңағы төмендеп, кеудең төмен тартып деген сөз ғой, еңсең басылып, өзіңмен өзің жан настроениең түсіп деген әңгіме. Үңгірде отырғандай боласың дейді. Таңертеңгі уақыт. Екі есіктің екеуі де ашық. Төр үйде сіз еденге төселген құрым киіздің үстінде төрт көзіміз түгел азанғы шайымызды ішіп отырмыз. Құрым киіздің үстінде дейді, киізді алдында таныстырып өттім. Киіздің үстінде отырмыз дейді. Төрт көзіміз түгел деген, яғни үйдегі барлығымыз деген сөз. Барлық адам. Үйдегі бәріміз, үйдегі барша жан бірге отырған кезде, барша адамдар төрт көзіміз түгел отырмыз деп айтамыз. Шай емес ау, ақ су. Өзі шай қайдан болсын, кәдімгі ақ суды, қайнаған суды шай деп ішеді. Төрт көзге кіретіндер әкем Ыдырыс, шешем Әспет, тәтем әкемнің інісі Смағұл. Енді ол кезде жаңағы ол жақтың адамдары ер адамдарды тәте деп атайды, үлкен кісілерді. Тәтем әкемнің інісі, яғни Смағұл деген кісі. Ағайым Сатылған және мен. Бір үйде 5 жанбыз. Ауылдағы үлкен де емес, кіші де емес, орташа семья. Арық тізесі ағаштай сорайып, егін тіреген арушаң шешем жез шәугімнен ақ су құйып отыр. Яғни жез шәугімнен, яғни жезден жасалған шәугімнен ақ су құйып отыр дейді. Еденге жаясылған жамаулы шыт дастархан. Шыт деген материалдың атауы, материал. Шыт деген материал болады. Сол материалдан жабылған дастархан дейді. Дастарханның дәл орта тұсына құрсаулы қоңыр жағал, ағаш тостағанмен қара талқан қойылған. Дәл ортасында құрсаулы қоңыр жағал ағаш тостағанмен дейді. Яғни қоңыр тостаған ыдыс. Тостағанды өзіміз білетін шығармыз, қымыз құйып, көже құйып ішетін ыдыс. Тостағанда бір ғана ағаш қасық. Жұмыскер қасықта дамыл жоқ. Яғни дамыл жоқ деген сөз. Демалыс жоқ дейді. Енді бір қасық болғаннан кейін әркім тамақты алып жейді.
сол қасықпен. Тостағанды шыр айналып әркімнің алдына бір барады. Әр ауызға талқанды бір жеткізіп қайтады. Әкем ыдырыс кең өңеш қомағай адам. Яғни тамақ сау, тамақ жей береді, қомағай адам. Кең өңеш дейді. Қасық оның қолына тиген кезде тостағандағы талқанның бір жамбасы үңірейіп қалады. Яғни бір жамбасы үңірейіп қалады деген, алып жеген кезде кәдімгідей көп алып жейді деген сөз ғой, кертіліп қалады, көп жеп қояды дейді. Науқасшаң шешем қасыққа сирек қол созады. Науқасшаң дейді, аурушаң деген сөз. Қасыққа сирек қол созады, анда-санда бір қол созады деген сөз. Жұтсаң, кебек жұтқандай өңешті тұтқырлап ұстап қалатын дәмсіз қара талқанда ол дені сау біздерге ұқсап қарпып жей алмайды. Жұтсаң, кебек жұтқандай дейді, кебекті де білетін шығармыз, суретін өзірі шығарып қойдым. Астында түсіндірмесі болады, міндетті түрде. Өңешті тұтқырлап ұстап қалатын, өңешті алдында түсіндіріп өттім. Қара талқанында біз ұқсап қарпып жей алмайды дейді. Яғни қарпып деген қалай, асап жей алмайды дейді. Мүмкін болса, бір уыс, жарым уыс ақ талқанды өзіне бөлек жасап жейді. Жұмсақ қылып, ақ талқан қылып жейді. Бір түйір, жарты түйір тәтті табылса, аузының дәмін алып, ақ суды сонымен ішеді. Яғни тәттілер табылып жатса, кәмпиттер табылып жатса, сонымен ішеді. Науат немесе, сонымен ішеді дейді. Мен ішерімді бағана ішіп болғам. Сонда да дастархан басынан тұрып кете алмай, жіпсіз байланып отырмын. Шайымды тамамды бағана ішіп алдым, бірақ сонда да жіпсіз байланып отырмын дейді. Жіпсіз байланып деген қалай ол? Кеткісі келсе де кете алмай отыру енді. Бірдеңені аңдып отыру мүмкін, бір нәрсеге бұл бір себептен отыру мүмкін, мысалы. Жіпсіз байлану, яғни еріксіз босай алмау деген сөз. Оның сойылдай мықты себебі бар. Сойылдай мықты себебі бар деген, сойыл деген білеміз ғой. Ол да қарудың бір түрі сойыл. Түре дейді, түре соғады сойылмен дейді. Суретін шығарып қойдым, сойыл деген болған қазақтарда. Мықты ағаштан жасалады. Сойылдай мықты себебі бар деп соны айтып отыр. Кенет ауыл қазағының дағдысымен есік қақпастан екі адам салаң етіп кіріп келді. Яғни есік қақпая кіріп келеді ауылда. Салаң етіп кіріп келді деген сразу кіріп келді дейді, ешқандай ескертпестен. Ассалаумағалейкум. Әлейкум ассалам. Төрледіңіздер. Ұзынды қысқалы екі еркек аласа есікті денелермен бітеп қалбиып тұр. Дейді. Есік кішкентай, ана кісілер дәу енді есікті неғып тұр, жауып тұр деген ғой. Оның бірі тәпелтек бойлы жалпақ жігіт Ұзақбай. Осындағы ауыл совет хатшысы. Екіншісі дембелше толық денелі ақсары жігіт. Бейтаныс деген қалай алдында түсіндіріп өтті, танымайтын адам деген сөз. Ұзақбайдың қолында папкасы бар. Мен оның папка ұстамай жүргенін көрген емеспін. Бейтаныс жігітінде қолында кітап қағаздары бар. Шайға келдіңіздер деп, әкем мен ағаларым бұлай сырғып, тосыннан салаң ете қалған қонақтарға төрден орын босатып жатыр. Қонақ келгенде төрге шығарып отырғызады. Папка қағаздарын төрдегі жүктің үстіне қойды да, қонақтар отырысты. Төрдегі жүктің үстіне дейді, яғни көрпе жастықтары, киім-кешектері болса да соны жинап, қазақта баяғыда көрпелер жинап қоятын болған. Оның сыртын жабумен жауып қояды, соны жүк деп атайды, соны жүктің үстіне қояды деп. Бейтаныс жігіттің кигені қайырма жағалы, сырт жейде, галифе шалбар, етік. Сол кезде киімнің атаулары. Беліне жалпақ қайыс белбеу буынған.
кепкасын шешіп, оны да жүк үстіне қойып жатыр. Басы қасқа бас екен. Жалтыр кең маңдайы алагеуім үйдің ішінде жарқ ете қалды. Қасқа бас деген енді шашы жоқ деген сөз ғой енді. Үйдің ішінде жарқ ете қалды дейді. Тосын кісілердің келуіне байланысты туған аз қарбалас маған жақсы болды. Онда деген сөз, аз қарбалас деген енді кішкене сондай қонақ келді деп қарбаласып жатқан кезде, бірімен сөйлесіп әңгімелесіп жатқан кезде маған жақсы болды дейді, яғни көңіл бөлмейді ғой бұған енді. Дастарханның шешем жақ бұрышында шоғыр болып 4-5 тал домалақ арзан кәмпиттер жатқан. Шоғыр болып дейді, бүйтіп үйіліп жатқан кішкене, 4-5 ғой енді. Манадан сұғымды қадап тұрып кете алмай отырғаным да сол еді ғой. Манадан сұғымды қадап деген сөз, бағанадан бері көз алмай қарап отырғаным сол болады дейді, бағып отырғаным дейді. Қолыма ілінген бір тал кәмпитті көз ілеспейтін жылымдықпен қақшып алдым да, мен дағы қонақтарға орын босатқан болып түрегеп кеттім. Кәмпитті көз ілеспейтін жылымдықпен дейді. Атылып бар мысық сияқты барып алып үлгердім дейді. Сосын қонақтарға орын босатқан болып тұрып кетейін дедім дейді. Ұры мысықша жымып есікке қарай жөнеп барам. Дәл осы кезде ұзақбай «Әй, тоқта!» деп дауыстап қалсын. Селк кетіп тоқтай қалдым. Қолға түсті деген осы. Ұзақбай үлкен басын әкеме қарай бұрып, «Адеке, мана балаңыздың жасы 8-ге толды ма? Нешеде?» Қайтеді. «Биыл біздің ауылда мектеп ашылады», деді Ұзақбай. «Мана кісі бала оқытуға келген мұғалім. Соған мектепке баратын балалардың тізімін алып жүредік». Мен дедім. Қолға түспеген екем. Мектеп ашылады деген хабарға құлағым елең ете қалды. Құлағым елең ете қалды деген, яғни маған бір жаңалық болды, тыңдай қалдым деген сөз ғой, елең ете қалдым деп, тыңдай қалдым деп. Менің жасым түгіл өз жасынан жылда жатасатын момын әкем менің қаншада екенімді дәлдеп айта алмады. Қайдам, әспет білмесе, деп өзінен гөрі зейінді шешеме қарады. Зейінді деген сөз, өзіме қарағанда ақылдырақ, кішкене мән жайды білетін деген секілді нәрсе ғой, зейінді. Көп нәрсені ұмытпайтын деген. Алдағы наурыз көшеде 9-ға толады. Аршан күйеуге берілетін жыл туған, деді шешем. Аршан қайда? Мұнда берілмеді ме? Мұнда емей-ақ дәл сол жылы болатын. Кебеже жәкемдікі бәріміз ана аржақта Қарасудың бойында отырғанда туған. Молдағожаны құтырған ит талайтын жылшы. Иә, шөп шабыс кезі болатын, деп әкем есіне енді түсіре бастады. Бұның туған жылы қай жылы екенін айтсаңыз, мен есептеп шығарайын, деді ақсары мұғалім. Ол салмақпен баптап сөйлейтін адам екен. Шешем менің тышқан жылы туылғанымды айтты. Қасқа бас мұғалім саусақтарын жұмып есептей бастады. Тышқан жылы болатын болса, тышқаннан кейін сиыр. 1. Сиырдан кейін барыс. 2. Барыстан кейін қоян. 3. Қояннан кейін ұлу. 4. Ұлудан кейін жылан. 5. Жыланнан кейін жылқы. 6. Жылқыдан кейін қой. 7. Қойдан соң мешін. 8. Биыл мешін.
дұрыс айтасыз. Балаңыз 8 жасқа толып, енді 9-ға қараған. Оқу жасына толыпты. Яғни жыл санау бойынша ғой, түсініп отқан жастар, 12 ай бар, 12 жылдың өзің атауларын айтып отыр. Қасқабас мұғалім тізімге жазбас бұрын оқығың келе ме? Деп сұрады. Мен құлшынып, келеді, дедім. Өмірі тіл сындырып, оқу-оқымақ түгіл, оқулық дейтін нәрсені қолға ұстап көрмеген дүм қараңғы әкем үшін оқу ол менің қолымнан келе қоятын нәрсе емес. Өмір тіл сындырып деген, яғни тіл үйреніп деген нәрсе ғой, бір әріп үйреніп көрмеген деген сияқты. Дүм қараңғы әкем үшін дейді, яғни өксерін түк оқымаған ғой енді. Қараңғы дейді, яғни сауаты жоқ, оқымаған, әріп танымайтын адамдарды қараңғы адам дейміз. Бала неме ми ашып кеп жүрмесе, деп ол мұғалімнің бетіне шүбәлана қарады. Шүбәлана қарады деген, яғни күдіктене қарады дейді. Сенбей қарады, сеніңкіремей қарады деген сөз. Ашымайды, оқимын, дедім мен. Біздің үйдегі бірден бір оқудың дәмін татып көрген адам Сатылған ағайым. Ол бұдан 4-5 жыл бұрын осы ауданның Қолтық дейтін жерінен 3 класс оқып келген. Сатылған мені қостады. Оқиды. Яғни алдынан бері таныспыз ғой Сатылған есімімен, балаларды оқытып жүрген. Сөйтсе ол Қолтық деген жерден 3 класс оқып келген екен. Яғни Қолтық деген ол ауылдың аты. Сол жерден 3 сыныпты бітіріп келген, сауаты бар адам болып, өзі мұғалім болып жүрген жігіт. Қостөбеде мектеп ашылатын бопты. Бала оқытатын мұғалім кепті. Деген қуанышты хабар әр үйдің түндігін бір желпең еткізді. Түндігін бір желпең еткізді, яғни қазақ үйдің түндігін білеміз ғой, киіз үйдің. Шаңырағында сыртынан жабатын түңлік дейді, түндік. Сол түндігін бір желпең еткізді дейді, яғни бір жаңалық болды, сондай бір әр үйдің бір қуанатын жағдай болды деген сөз, яғни бір жарық келгендей, әр үй үшін бір жаңалық, бір қуанып қабылдаған дүние болды деген сөз ғой. Бұған әсіресе балалар мәз. Сіз тақыр шөлге су келгенін көргеніңіз бар ма? Яғни шөлейтті жерге су келгенін көргеніңіз бар ма дейді. Бұл аспаннан нұр жауғанмен бірдей. Жұрттың бәрі қуана дабырласып, мәз мейрам болсады. Үйден үйге жүгіріп, су келді, су деседі. Яғни жаңағы шөлдеп отырған адамға су бергенмен бірдей ғой оқыту деген. Ғасырлар бойы қараңғылықтан соққы жек білген халыққа жарқырап, білім сәулесінің жетуі, қуарған қу мекиен шөлге тіршілік нәрін алып, сыбдырап су жеткенмен бірдей еді. Әнеки, қаншама ғасырлар бойы су келмеген, жаңағы тақыр жерге су келмеген, су жоқ жерге су келгенмен бірдей еді дейді. Үркердей аз ауыл Қостөбеде бұған дейін жаңаша мектеп болмаған. Жұрт балаларын Нарынқол, Сүмбе, Жалаңаш тәрізді жырақтағы мектептерге апаратын. Жырақтағы деген, яғни алыстағы дейді, алыстағы мектепке апаратын. Оған өзі аш, арық, қолы қысқа халықтың бәрінің бірдей шамалары келмейді. Енді кедей адамдар апара алмайды ғой, жақында ат арбасы жоқ деген сияқты. Яғни қазіргі айтқанда көліктері жоқ, жаяу жалпылап апара алмайды алыс жерлерге. Сол үшін кішкене байсымақтар ғана апарып оқытылады. Сондықтан да біздің ауылдың оқу жасындағы балаларының көпшілігі әлі күнге мектеп есігін ашып көрмеген. Оқу оларға созса қол жетпейтін алыс армандай көрінетін. Сол арман бір-ақ күнде топ етіп алақанға өзі келіп қонғалы отыр. Енді мектеп ашылатын болып отыр. Қазақ айналайында шілдей тоздырып көгертпей келген бір көне дерт бар. Енді
қазақты шілдей тоздырып көгертпей келген деген енді осы уақытқа дейін оқытпай келген, осы уақытқа дейін қазақтың енді бір жарығын жақпай келген деген мағынада ғой. Көгертпей келген деген, яғни дамытпай келген деген сөз. Көне дерт бар, ауру бар дерт деген, көне. Бұрын көне деген ескі ауру бар дейді. Ол аталастық, рушылдық, алакөздігі. Яғни ата-атаға бөлініп, руға бөлініп, жүзге бөлініп сөйтіп жүреміз ғой біз, қазақтар. Бұл жақта да сол бар дейді сол кезде. Киікбай мен Найза түбі бір атадан тараса да, екеуі ылғи екі жік. Яғни бір атадан тараса да, екі ру бір-біріне қосылмайды, бір-бірімен төбелесіп жүреді дейді. Шығыспайды дейді. Бір артельге бас қосып отырса да, екеуі екі бригада. Іргелері тиіссе, өрт шығатында екеуі бөлек қоныстанған. Яғни екеуі екі жаққа қоныстанбаған дейді, екі ауыл болып. Найза ауылы, Киікбай ауылы деп бөлек-бөлек аталады. Мектептің ашылған жері Киікбай ауылы. Киікбайдың ауылына мектеп ашылыпты. Енді жаңағы бұл кісілер өздері бес найза руынан ғой. Жаңа найзалар енді сол Киікбай ауылына барып оқитын болады. Таңертеңгі шайымызды ішіп алып, Садық екеуміз күндегі дағды бойынша жар жағалап, ойын қуып кетіп бара жатыр едік. Жар жағалап дегенде, жар десе түсініп қалмаңыздар тағы, қабырға екен, там екен деп. Жар жағалап деген жаңағы жарлы өзекті жерлерді айтады, жар дейді, кішкене құлама, еңсіз жерлерді, мысалы, жыра, жаңағы су ағып, жар қылып кеткен жерлерді айтады. Жар жағалап ойын қуып кетіп бара жатыр едік. Кенет қарсы алдымыздан салтатқа мініп, одыраңдаған бригадир Нұрғазы шыға келді. Жар деп жаңағы жердің қыртысын айтамыз, жер қыртысынан түсілген сондай ойма жаңағы шұңқыр жерлерді айтамыз. Бізді мал қайырғандай қайырып, «Әй, қайтыңдар, мектепке барасыңдар. Бүгін оқу басталатын күн екен, білесіңдер ме?» «Қайдан білейік?» «Бүгін сентябрьдің 1-і, оқу басталатын күн екен. Бүкіл жан тәнім ойынға бейімделіп келе жатқандықтан, мен әнеу күні оқимын деп тізімге құлшынып жазылғаныма тақ осы арада қатты өкіндім. Енді бар есілдерді енді ойнайын деп кетіп жатқан балаға енді оқисың жүр десе, сразу енді ойынды қимайды ғой, бала ғой. Қазір маған оқудан ойын 1000 есе қымбат еді. Оқудың бүйтіп міндет болып келетін мен қайдан білейін? Мойынға бұғалық болып түсерін қайдан білейін? Мойынға бұғалық болып дейді, бұғалық малдарды ұстайтын нәрсе ғой, бұғалық салып ұстайды, мысалға жылқыларды ұстаған кезде шалма лақтырып, мойнын бұрып, бұғалық салып. Нұрғазы еркімізге қоймады, алдына салып айдап алды. Алдына салып айдап алды деген, енді алдына салып алып келатыр деген сөз ғой, енді алдында келатыр. Атпен ана балалар алдында келатыр да. Сол алдына салып айдап келатыр деген сөз ғой. Басымыз ауған жаққа қаңғып жөнелетін қайран еркіншілік өмір енді біткен екенсің ғой деген қайғылы ойға келдім дейді. Үйден жоспарлап шыққан нешалуан қызық ойындардың бәрі қалғалы отыр. Ана үй мына үйден жинастырған бала саны көбейе берді. Айдаушымыз Нұрғазы қойша топырлатып, қуалағаннан қуалап 2 шақырым жердегі Киікбай ауылына алып келді. 2 шақырым дегеніміз 2 километр жер. Мынау міне мектеп. Ауылдан шеткерірек шаңы аз, көгал жерге тігілген кәдімгі киіз үй. Көгал жерге тігілген дейді. Яғни шөбі бар жерге тігілген ғой, шөбі қалың жерге тігілген кәдімгі киіз үй мектеп болғанда. Осы киіз үйде біздің тұңғыш сабағымыз басталды. Мұғалім әнеу күнгі қасқабас жігіт. Әнеу күнгі деген ана кездегі деген сөз. Үйіне барды ғой мұғалім, сол жігітті айтып отырды. Ныспысы Сағатбай Хасенұлы.
ол кезде жарымыншы класс дейтін болатын. Қазіргі нолевой ғой. Жарымыншы класс болады ғой. Біз сол жарымыншы классқа жиналған бұрын мектеп есігін көрмегендерміз. Мектеп есігін көрмеген деген, мектепке барып көрмеген деген сөз. Жалпы санымыз 30 шақты. Жарым-жартымыз Киікбай, жарым-жартымыз Найза ауылының балаларымыз. Парта жоқ. Бірімізге біріміз сығылысып, малдас құрып, жерде отырмыз. Киіміміз былғанады, астымыздан сыз өтеді деп қорқыншақтайтын біз емес, біз қорықпаймыз дейді. Күл мен топыраққа еркін ойнап өскендігімізді көрсетіп, мұғалім отырыңдар дегенде шөге-шөге кеткенбіз. Шөге-шөге деген отыра қалдық деген сөз ғой. Сауатымыз бірдей болғанмен жастарымыз бірдей емес. Ала құламыз. Ең кіші дегендер мен шамалас. Сауатымыз бірдей болғанмен деген енді ешкім оқымаған ғой. Бірақ жастары бірдей емес. Әртүрлі 15 жаста бар, 20 жаста, 10 жаста, 5 жаста деген сияқты. Енді 5 жастан алмайды ғой, 9 жастан жоғары ғой негізі. Ең кіші дегендер мен шамалас деген, менімен бірдей, менімен құрдас деген сөз ғой. Ең үлкен дегендер 15-16-ға келіп қалғандар. Кәдімгідей мұрттары шығып, жігіт бола бастаған балалар бар дейді. Бәріміз жарымыншы класс, яғни бәрі нолевойға келді. Көпекбайдың Жүнісбайы, Батырханның Жанбосыны, Шықабайдың Тұрсынбайы, баяғы заман болса әйел алуға жақындап жарап қалған соқтаулы жігіттер. Олар да жарымыншы класс. Мұғалімнің алдында шағын тақтай стол. Жап жаңа қызыл шүберек жабылған. Осы қызыл шүберек бүгін салтанатты күн екенін аздап та болса білдіріп тұрған секілді. Яғни бүгін 1 сентябрь екенін сол қызыл шүберектен білген дейміз дейді. Қасқабас мұғалім сүйкімді, жұмсақ адам. Көз қарасынан жып-жылы нұр себелеп тұрғандай болады. Дауысы мәнерлі де құлаққа жағымды. Бірінші күнгі сабақты ол түгелдей әңгімемен өткізген еді. Өзім өз боп, мен дәл осындай әңгімешіл адамды көрген емеспін. Дүниеде білмейтін нәрсесі жоқ. Ғылым жайлы, қазақ халқының өткені мен болашағы жайлы, патшаның құлауы жайлы, Ленин жайлы көп әсерлі әңгімелер айтып берді. Біз аузымызды ашып, ұйып, тыңдағанды ғана білдік. Яғни көп әңгіме айтып берді, неше түрлі. Ленин жайлы дейді, сол кездегі президенттер Ленин ғой. Сағатбайдың әңгімелерінен мен дүниенің 4 бұрышына сапар жасап қайтқандай әсер алдым. Яғни дүниенің 4 бұрышына дейді, барлық әлемге саяхаттап қайтқандай болдым дейді. Бір ғана күннің ішінде білмесімді біліп, ақыл ойға кемелденіп, іштей түлеп шыға келгендей болдым. Яғни іштей түлеп деген, яғни бірдемде өсіп кеткендей болдым дейді. Басқа бір адам болып кеткендей болдым дейді. Жаңарып кеткен ғой енді. Бүгінше осымен осы келген жерден тоқтата тұрайық. Өйткені 30 минутымыз толыпты. Әр күні осы 30 минуттан сіздерге оқып отыратын болам. Жаңа сөздерді түсініп жатырсыздар деп ойлаймын. Не деген сөз екендіктерін. Баршаңызға рахмет тыңдағандарыңызға. Ертең жалғасын тағы да оқитын боламыз. Ендеше кездескенше сабақтарыңыз жақсы болсын.